әрқашан сәтті болсын. Қадамыңыз қуанышты шаттыққа толсын. Ағадал еңбегімен тауып жеген, дастарханда асыңыз тола болсын. Отбасыларыңызға бақ береке болсын. Алла қолдап, періштелер қорғап жүрсін. Ағайын туыс бауырлар, жүрген жерің нұр болсын, тыңдағаның жыр болсын. Жолымыз басқа болғанмен, тілегіміз бір болсын. Әуелі Алла оңдасын, оң жағынан толғасын. Жан жағынан қорғасын, бақ пен дәулет қатар кеп, мұңғыра өссін мал басын. Ұрпағымыз көп болсын, қайда барсаң жол болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш заман болсын. Қария мен қарт әже, ақ тілегі оң болсын. Сәлеметсіздер ме, қадірлі жастар арнасының көрермендері. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болып, алға қойған істеріңіз оң болсын. Сіздермен бірге жастар арнасы оң болсын бағдарламасы. Біздің арнамызда бүгінгі қазақтың кереметтей әнші қызы, өнер жолында өзіндік орны бар, барлықтарыңыздың сүйікті әншілеріңіз, менің досым Гүлнара Сиқымбаева ханым келді. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз біздің арнаға, Гүлнара. Рахмет жаным. Шақырғандарыңызға өте қуаныштымын мен. Міне күні кеше ғана қыздар, әйелдер, келіншектер халықаралық мерекесі өтті. Қалай қарсы алдыңыз? Енді бірінші әрине телефон. Күндіз-түні гүлдер жаңағы толассыз. Үйге келіп құттықтап жатқандар. Мен енді ешқайда шыққан жоқпын, үйде қарсы алдым. Әрине гүлдер болды, алып келді, сіңлерім, келіндерім, ұлым, жолдасым, үйде болдық. Әрине. Өз қар жауып, жаңа жыл болып тұрды ма? Той болып тұрды ғой. Мен айтамын, біздің бүгінгі биылғы мерекеміз қыз-келіншектердің мінез құлқына байланысты. Ашуымыз келсе қарды төгіп жібереміз дағы, көңіліміз кеп жақсы болсақ, күн шуақтай жайқалып шығамыз. Жаңа жылды қарсы алғандай болдық дегенмен, қызғалдақтар, гүлдер келіп, көңілімізді көтерді. Жақсы. Өкімет орнына рахмет бізге осыны мереке етіп, арнайы белгілеп бергеніне. Көңіліңіз көтеріңкі болсын. Осы сізді ең бірінші сахнаға алып шыққан қай әніңіз? Сахнаға алып шыққан Марат Ілиясовтың әні. Мен саған өкпелемеймін деген әні. Дұрыс айтасыз. Мен саған өкпелемеймін әнді біз сол кезде жұмыста отырып, онда кішкентай радио болатын, содан тыңдайтын едік. Соның бір шумағын айтып бересіз бе? Алыстап кетті расында, суынып кетті-ау сезімде. Әй, шіркін ай. Сен мені қарсы аласың ба, ауылыңа барған кезімде. Кеудемде ізгой қалдырған, жан едің енді не деймін, шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Браво, рахмет. Міне, осы әнменен келдіңіз, осы әнменен елді, көрермендеріңізді, тыңдармандарыңызды сусындаттыңыз. Осы әр әншінің өзінің бір паспорты, төлқұжаты дейміз ғой, сондай бір кереметті әні бар. Сіздің әніңіз осы ғой деп өзім де ойлаған едім. Жақсы. Содан бері өнер жолында қанша жылдың уақыты болып қалды? Биыл санап отырсам, өзім 18-де сияқтымын, бірақ өнерде жүргеніме 38 жыл болыпты. Мен оны 80-ші жылдары бастағым ғой. Елде сол Ленгір ауданы, қазір Төле ауданы ғой. Сол уақытта жаңа Соболевтер, атақты Соболевтер, сол жігіттер тауып, сонда деген өзі өмірде көргеніміз көп қой, енді көргеніміз де әлі де бар шығар. Ауыр жұмыс істеп жүрген кезімде сол жігіттермен тауып, солай осы әндерді үйретіп, ары қарай алып кеткен еді. Рахмет айтамын. Жақсы. Әркімнің өзінің туып өскен жері, әр пендеге өзіне ыстық қой. Бірақ сіздің туып өскен жеріңіз Ленгірдің табиғаты керемет. Әрине. Керемет. Әдемі жердің ауасын жұтып, суын сол үстінде сіз әдемі болған сияқтысыз. Алатаудың биіктігін айтсаңыз. Керемет. Көптеп. Қазіргі кезде барсаңыз, қазір бейнамаяны түсірсеңіз, мынандай болып жайнап тұр. Алла қаласа. Осы біздің Шымқаланың әр
жері, кез келген жері, осы көктемден жазда шыққан қызғалдақтары керемет, ауыз толтырып айтып мақтанарлықтай табиғаты керемет. Шымқала ғой. Аллаға шүкір. Вот сол жерде туып өскеніңізге сіз бақытты шығарсыз. Аллаға шүкір. Жақсы, жақсы. Енді мен білем, соны алғашқы кезде біз жұмыста жүргенде сіздер гастрольдік сапармен келетін боласыз, келген едіңіздер. Сонан соң Қауқан Кенжетаев ағайды сіз оқыдыңыз? Әрине, ол 81-ші жылы осында Алланың қалауымен, оны телевизордан, кинолардан көріп қорқып жүрсем, біз жаңа өте қатал ғой деп, өткен мен өзім әкем өте қатал болды. Бірақ одан жаман болып жүрген жоқпын, өмірлік стержен дейді ғой, мықтылап қойды. Кәукен ағаның классына түскен кезде одан бетер қорықтым, ойпырмай маған бостандық бола ма, болмай ма, не деген сұмдық мынау деп. Сөйтсем жоқ, Кәукен ағайым, марқұм ағатайым осы даусымды жаңа жонып Буратино жонғандай осы даусымды тауып беріп әйтпесе мен басында бірінші келгенімде Сарат Тыныштығұлова апам құсап осы барылдаған дауыспен жаңағы содан кейін бұрынғы әншілер болды ғой, кім еді аты? Иә, қазір осындайда еске түспей қалады. Зәуреш Еспергенова, кімдер? Даусын барылдап келген кезде осы Кәукен ағам дұрыстап осы жолға қойып берген. Ол кісіні айтпасақ болмайды. Әрине, ұстазыңыз ғой енді. Сол бізге барғанда да бізге жаңағы білімді жетілдіру мақсатында барған осы Қауқан Кенжетаев аға, Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай қазақ музыкалық драма театрында қызмет ететін тұғым ол кезде. Осы марқұм екеуі де марқұм болып кетті, иманды болсын. Рабиға Мұқаевна, Қаныбаева, сол кісілер барғанда, сен қыз неге мұнда жүрсің? Сен бізге кел. Мен сіздің ұстазыңыз екен, содан білем. Қаукен аға айтты. Менде биыл бір қыз келді. Гүлнара деген керемет қыз. Кейбір жерлері саған ұқсайды. Кел, таныспайсың ба деді. Сосын мен айттым, Қаукен аға мен ол қызды танимын. Танысаң кел бізге. Сен маған кел курсқа, сен таныстырам деді. Соны ол жүгіріп кете салатын. Біз жұмыстан босаймай, бірақ күндердің күнінде келдім Алматыға. Ағаға есігін ашып тақылдатып кірсем, о, қара қызым, дара қызым, кір деп. Сол күні сен сабаққа келмей қалдың ғой. Ой, мінекей, ой, Алла, сөйтемін ғой. Өмір ғой енді өмір. Сосын әлгі қыз қайда, Гүлнарға ұқсайды деп, жігіттердің қыздарын сөйтіп жатыр, кел деп, мынау деген Жетісайдың театрының жұлдызы анау мынау деп маған домбырамен айтқызып, ана жер мастер-класс өткізіп, Қаукен ағайым қандай керемет еді. Ой, ондай адамдар жоқ қой қазір. Бар болар, бірақ дегенмен де өте сирек. Әдемі қартайып кетті. Әдемі қартайып кетті. Шәкірттері қандай тамаша, өзі қандай керемет. Сері кісі, кете кеткенше серлікпенен осы былай жүрген жүрісі қалай оның. Қызық болсын, осы бір күні өзі біздің жүрген академиясының ар жағында тұрады ғой. Шляпасы басында, қолында мүштік, таяқпен тақ етіп, андай жай баспалдақпен түсіп келатыр екен, алдынан күйеу баласы шығып қапты, Асан аға. Күйеу баласы ғой. Әрине. Сонан келіп алып, о, Қаукен аға, қалыңыз қалайсыз деп аға сұрамай ма Асан аға? Сөйтсе, осы бір тізем ауырып депті. Сол кезде 89-да. Әнекей. Сосын енді жаңағы Асан аға не деген десеш, енді пара уже депті. Сөйтіп күйеу бала емес, сөйтіп екеуі әзілдесіп жүретін еді. Жұмыста да, ол кісілердің жүрген жүрісі, айтқан сөзі, бір жатқан аңыз, тарих қой. Жүрген иықтары, өздерін тіке ұстау. Бір күні Қадиша Бөкеевнаның 90 жылдығы болды. Залда отырған, шығып алып, француздар сияқты бас шляпасын алып, бүйтіп керемет поклон жасап. Енді ол кісіні айта берсем таусылмайды ғой. Енді бір сол кісілерді үлгі тұтамыз ғой. Ондай кісілер, сен айтасыз бар шығар деп, ондай кісілер жоқ қазір. Мен ашып айтамын. Енді өсіп келе жатқан жастардан бар шығар, ондай жоқ деп бәрін енді үміт берейік. Дәл қазір мен қариялар арасында айтып жатырмын. Сол кісілерге ұқсап тәрбиеленсін, сол кісілер ұқсап жүрсін. Лайым солай болмайды. Бірақ қазір ақсақалдар ішінде, қариялар ішінде айтып жатырмын. Жаспен жас бола салады, ересекпен ересек болады. Өз замандастарымен де осы құшақтасып, қауысып, мен Қаукен екем демейді. Сондай бір қарапайым кісі болып өсті ғой. Енді сол Қаукен Кенжетаев ағамыз кете кеткенше солай бір туар азамат, өзіндік орны бар адам болып кетті. Мықты тұлға. Мықты тұлға. Ендігі қояр сұрағым, осы сен ең бірінші шығарған клибің қандай клип болды? Бейнебаян дейміз ғой қазір.
Мен енді оны айтсақ та болады, айтпасақ та болады. Клиптарды көп түсіруге болатын еді. Оның бәрі белгілі нәрсе ғой, қаржы дейді, Әрине. спонсор дейді. Мен осы жалпы өзімде кей кезде өзім есеп беремін да. Ойлаймын да, ойпырмай, не деген нашар адаммын деп. Қош. Ол нашар деген енді әртүрлі ұғымда ғой. Мен есікті қағып, маған спонсор керек еді, маған клип керек еді, маған қаржы керек еді. Үйтейік, бүйтейік деп білмеймін. Оны мен бір өзіме бір ұпай жинау емес, өз табиғатында өз сондай жан екенмін да. Әйтпесе деген енді бұл мүмкін бар да шығар, өнер адамдары, ең бай адамдар, ақшалы адамдар дейді. Бар ғой, баршылық қой. Жоқ, кімге Алла Тағала қанша уыстап береді? Мен енді бұйырғаны. Иә, бұйырғаны. Мен біреуден ар емеспін, біреуден бер емеспін. Шындығын айтқан кезде енді жаңағы майға нанға майымызды жағып аламыз, Құдайға шүкір. Бірақ осы клипқа келген кезде ақсап көп клиптер түсірмегенмін да, енді. Көп болса да бір 2-3-еуін еш болмаса түсіруге болатын еді. Соны есеп берген кезде, ай, не деген адам міне деймін да. Енді бірақ бірінші клипқа түсіргенім, ол бірақ қазір менде өзімде жоқ. Мүмкін елдің есінде болар. Атажұрт деген клип түсірген болатынбыз. Қуаныш Төлеметов деген кісі білесіздер. Сол кісінің сөзіне жазылған әні Байғали Есенәлиев болатын. Байғали Бал өзім бар ғой енді. Клипім сол болды. Ал енді бірақ студияда, былай концерттерде түсірілгендер материалдар бар енді. Бүгін сіздерге бір-екеуін алып келдім. Жақсы. Еске түсіру болсын. Әрине. Қазір бағдарлама соңында оны көре жатармыз. Дұрыс. Мен білімше сіздің жанұяңызбенен жақсы сәлеміз түзу араласамыз. Жаным өнеріміздің арқасында осы бірнеше жылдың жүзі болды. Кереметтей бір ғимарат салып алдың өзіңе. Шүкір. Тәуба, керемет, қуыршақтай, аңғазадай қылып. Баланың несібесі ғой. Жақсы. Осы қуыршақтай әдемі бір сәнді болды. Содан бері бірнеше жылдың жүзі болып қалды. Осы балаңыз, ұлыңыздың аты кім еді? Байыр. Оны сөзіңізді бөлдім. Ерте ме кеш пе бай деген бір ұғымменен қойылған болар. Алла берсін. Байырхан, Байырқұм, досқа байысын, жан дүниесі байысын деген енді әрі қарап кете береді ғой. Соны Байырдың аты не себеп Байыр болды деп сұрайын деп отырмын. Өзіңіз іліп кеттіңіз ғой. Ұлыңызды жақсы танимын, жақсы азамат. Шүкір. Жақсы тәуба. Ендігі мынау алға қойған мақсатыңыз болашақта Алла бұйыртса, Құдай жеткізсе, бір жеке шығармашылық концертіңіз береді-ау деген ойда жүрміз. Ол ойда бар, бірақ уақыт құрғыр. Орында тұрмай, құмнан бетер сырғып өтіп жатқан уақыт, айна қарасақ, біраз әдемі жасқа келіп қалыппыз. Бірақ дегенмен енді бой жетіп жатырмыз. Ол ойда бар. Ойда болғанмен жүзеге асыру керек әрине деген. Әрине. Құдай қаласа болып қалар, өздеріңізді бірінші сүйініш сұраймын ғой. Алла қаласа. Сол кезде алдын ала айтсаңыз, біздің арнаға сізді тағы да қонақ етіп шақырамыз. Бізге алып келген бейнебаяндарыңыздың аты не қазіргі? Ол жаңағы өздеріңізге айтып берген, мен саған өкпелемеймін да, елдің тыңдармандардың несіне салайын деп, естерін салайын деп, соны біреуін алып келдім. Және Шамшық Қалдаяқов ағамыздың шықпай қалған әндерін, Қалдыбек деген Құрманәлі білесіз ғой. Талантты, жақсы композитор. Сол жігіт маған осы әнді айтыңызшы деп, Қыз сағыныш деген әнді берген болатын. Соны да өздеріңізге алып келдім бүгін. Жақсы. Иә, қазір уақыт болса, соңына таман тыңдай жатармыз. Өте тамаша, өте жақсы. Осы өнер адамы болғандықтан мен өткенде кереметтей бір әнші қыздарменен осындай сұрақ жауап болды осында. Сонда осы хабар ашылардың алдында мен тікелей эфирден осы фонограмма туралы естіп қалдым. Мәдениет министрлігі туралы. Ол үзілді-кесілді тыйылсын. Фонограммамен өлең айтқандарды біз жазаға тартамыз, айыппұлын төлейді деп жатыр. Мен соған 100% қосыла алмайды екенмін. Өйткені ол жайлап болатын нәрсе. Ол адам ауырып қалады, шаршайды, қанша деген етпе сүйектің жарылған. Мысалы үшін гастрольдік сапарға барса, жолдан шаршап келеді дағы, оны техникада мүмкін болмай қалады кейде. Микрофонда болмай қалады. Сондай адамның дауысы ең соңғы қатардағы көрермендерге, тыңдаушыларға жетпей қалады. Сондай кезде көмекке келетін фонограмма.
Мен соны ойлаймын. Фонограмманы үзілді кесілді тимай жайлап. Енді көрермендердің де ойлары дұрыс шығар әрине. Олар айтады, біз неге ақшамызды төлеп тек фонограмманы тыңдап қайтуымыз керек. Бізді жанды дауыспен, тірідей өздерінің дауысын естігіміз келеді дейді. Оларды да түсінуге болады. Құрметті көрермендер, бірақ мұсылман кешілік әсте дейді, сабақ дейіне сәтімен, Алла жасты бәрі бола жатады. Сіздің осыған деген ой пікіріңіз қалай? Фонограмма деген жағдай. Енді мен сізді әдемі тыңдап отырмын, ойланып отырмын бір жағы деген. Бұл әңгіме қозғалғалы бері біраз жылдың көлемі болған. Бірақ қазір деген сол күшіне еніп отырған тәрізді, өйткені біздің министріміз Ақтоты деген өте бір тамаша, бір композитор өте мықты қыздың бірегейі. Мен деген мысалы 2,5 сағат концерт береміз. 2,5 сағат, 3 сағат көп болар. Оның бәрінде тірі дауыспен айта беру жаңағы адамның физикалық тұрғыдан қалағанда ол мүмкін емес. Әрине. Мүмкін емес. Өмір ғой ол. Иә, ол тірі жан. Мысалы, сіз әнді айтып отырсыз, иә? Залда шыңғырып балалар жылайды. Бір-бірімен айқайласып жатады. Бір-бірімен жаңағы әртүрлі сөздер кетіп жатады. Солардың бәрі тыңдалмасын, телевидениyaның несі де бағдарламада да таза шықсын деп сондай ұғыммен қойылған дүние ғой. Меніңше 50-50 болу керек. Өте дұрыс айтасыз. 50-50. Мысалы, жаңа концертке барсақ, солай жазылу керек, 50-50 деп. Арасында жаңағы билейтін әндер болады, сиқыр билейтіндер, енді біздің жасымыз сиқырмей ақ қояйық енді дегенмен де. Сиқыра берейік. Сонда да түгел алып тастау меніңше дұрыс емес, 50-50 болса деп ойлаймын мен де. Дұрыс қой. Енді ол жаңағы минус болып кетеміз ғой, көрермендерге ұғынықты болу үшін айта кетейік. Ол фонограмманы мысалы үшін мынандай тағжады. Мысалы үшін өзім сахнаға шығайын, өзімнен алайын. Мысалы да сахнаға шыққанда фонограмманы қойып қоямын да, бірақ өзім қосылып тірідей айтамын. Дауысыңмен наложение сияқты. Ондай да болады. Ол енді жалпыламай әншілердің бәріне тыйым салып, өткенде бір кереметтей әнші жігітімізді біраз жерге апарып тастады. Енді ол өмір ғой. Өзіміздің қандай адам екенімізді, мәдениеттілігімізді көрсетіп жатқан дүние менде қарным ашады, шынымды айтсам. Біздің көрермендер де кереметтей бәрі сауатты, бәрінің көкірегі ояу, көз ашық. Енді әншілерді де таңдай білетін талғампаз көрермендер біздің. Енді біздің әншілерге түсіністікпен қарағандарыңызды өтініп сұрар едім. Жастарымыз әсіресе бәрі де өнерге келгеннен кейін олардың дауысы болмауы мүмкін емес. Дауысы болғасын, өзінің іштей жүрекке сеніп айтатын қабілеті болғандықтан ол сахнаға қорықпай, батыл қадам жасап шыға алады. Ал енді жалпыламай бәрін фонограмма айтасыңдар деп. Сосын мынандай бір ұғым бар, Гүлнара. Тойдың әншісі, сахнаның әншісі, сондай бола ма? Ол әнші қай жерде дән, тойға да сол көрермен, сол залда отырған көрермен, тойға да сол көрермен. Тойдың әншісі, сахнаның әншісі мен үзілді кесілді қарсымын сондай сөздерге. Ол әнші, сен сахнада айтқан әніңді неге тойға барып айтпасқа? Сонымен тойдың әні болып шыға ма? Дұрыс емес. Кейбір біздің замандастарымыз, менің әріптестерім солай, осы уақытқа шейін ойын түзеген шығар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді ол тек қана менмін деп көкірек қаға беруге де болмайтын сияқты. Қазіргі аузыңыз толтырып, кереметтей біздің осындай жастар әншіміз бар деп кімдерді айта аласыз? Өте көп. Көп. Кім бір әншіміз айтып қалып еді, аспандағы жұлдыздан жердегі жұлдыздар өте көп. Айтатын жоқ. Енді бір қателіктері көп адамдардың ойлайтындары, шаршамайсың, кір жұмыс емес, рахат, өмір бақи әдемі киініп жүресің, күліп жүресің, рахат, қиындықсыз. Ата-аналары да солай әнші болады, мен балам анау-мынау деп тәрбиелейді. Басқа да кей кезде сондай ойларды естимін де қорқып кетемін, біздің болашағымыз қалай болар екен деп. Жұмыстың түрі өте көп қой. Мен мысалы жаңағы бір тал ұлым, жаңағы байырым, мысалы басқа әншілердің ұлдар сияқты, қыздар сияқты әнші болам деген жоқ. Өзімді бір-екі рет сұрап қалдым. Олым қалайсың өзі сахнаға деп, маған айтпашы оны. Сосын жарайды енді деп. Ол менің ұлымның ұғымдылығы, тәрбиелілігі деп ойлаймын. Әрине. Әркімнің баласы өзіне жұмсақ, аппақ қой. Әрине. Мақтап отыр өзінің баласы деген деп ойлап қалмаңыздар. Ол үзілді кесілді бас тартты.
сол жаңағы сұрағыма қайтадан оралғым келіп жатыр. Енді әр жұмыстың өзінің ауыртпалығы болады. Олар өнер адам болғаннан кейін, мысалы үшін театрда істейтін актерлар, актрисалар оңайлықпенен образды бейнелей алмайды. Әрқайсының өзінің қиындығы болады. Оны халық тек қана әдемі, сәнді бүйтіп сахнада өлең айтып, рөлді сомдап кеткенге керемет, осылай бақытты, керемет, қандай оңай жұмыс істейді. Өте қиын өнер адам болу деген, түсінген адамға. Мен жаңа сұраққа қайтадан оралғым келіп отыр. Гүлнара, аузыңды толтырып айтатын 2-3 әншіні атап берші. Кімдерді атап? Олар мен біреуін айтып, қазір біреуін айтпасам, ренжімейді. Мен шындығын айтқанда бар ғой, осы бұрыннан келе жатқан ретро әншілер кімдер деген кезде мен қалып қоям. Әнеке. Иә, сонда мен ренжіп қалам, ой деп. Кеше мысалы мынау Досмұқасан ансамбліміз мысалы ағаларымыз ғой, мына қыздарды құттықтап, жаңағы нелерге, телефондарға салыпты да. Бүкіл әншілер бар, мен тағы да жоқпын. Мен қайда қалдым деп. Сол сияқты қазір біреуін айтса, біреуін айтпай қалса. Жастарды айта қойыңыз, жастарды. Жастардан енді олардың бәрі уже орындарында тұғыры биік тұрған әншілер ғой. Мөлдір Әуелбекова қызымыз жүр. Керемет, жақсы әнші. Баяғыда мынау Алтынайдан Жорабек абайдан көп нәрсе күтуге болады деп едім. Алтынай мінекей уже керемет әншілер. Тағы кімдер бар? Мынау Кәмшаттың киімдері үшін біреулер жақтыртпай жатады. Мен Кәмшаттың образына мен толықтай қосыламын. Өйткені ашық-шашық болған күннің өзінде біз басқа елден қалмауымыз керек. Кәмшат Жолдыбаеваны айтасыз ба? Ол енді сіздің өзіңіз жеке пікіріңіз. Жеке пікірім, енді айтпа бұйырмасам жеке пікірім. Басқа елден қалмауымыз керек, сондай жастарымыз болу керек. Ол өзінің орныменен не деген артистизм, дауысы да, ырғақтары да, киноға да түсіп жатыр. Енді бір тілейтін нәрсем аналық ретінде бір жақсы жігітке тұрмысқа шығып, ары қарап жапырағын жайып, кәдімгі жемісін берсе екен деп тілеймін, өзімнің қызым құсап соғызды. Әмин айтқаныңыз келсін. Ол Жүргеновтың тілегі ғой, біздің қарлығаштарымыз.
кереметтей сұхбат болды Гүлнара ханым. Осы көрермендердің де ойынан шығар деп сенейік. Гүлнара ханым, осы менің өзімнің жеке өзімнің жүрегінен шыққан сұрағым сізге бергелі отырған. Осы сіз көптен бері сахнаға сирек шығып кеттіңіз бе? Қалай? Көрінбей кеттіңіз бе? Қайда жүрсіз өзі? Енді осы сұрақтар өте көп. Көңіліңізге келіп қалған жоқ па? Жоқ. Біріншіден жастарымыз өсіп, жастар көп көрінсе екен деген тілек қой енді. Әрине қалғым келмейді, көріне бергім келеді. Өзім құрбыларымнан, құрдастарымнан қалғым келмейді. Әрине. Көңіл құрғыр патша ғой енді. Айтты. Енді мынау әкемнің арманы, өмір бақи арманы, Гүлнар қызым мен қашан ұстаздық етеді деген ой болатын. Ауылға елге төркініме барған сайын, қашан. Сол әкемнің арманы орындалып, міне уақыт деген шіркін 6-шы жыл болды. Қыздар мемлекеттік ұлттық университетінде сабақ беріп жүрген жағдайым бар. Браво, бәрекелді. Bir жақ әріптесің бе екенсің? Әріптеспіз. Жақсы. Енді былтыр бір қуанарлық жай ұлттық деген бір мемлекеттік статус алдыңыздар, сол беріліп, қыздарды сонда тәрбиелеп жатқан жағдайымыз бар. Шығып жатқан қыздарымыз да бар әрине. 75 жылдықты жақында үлкен дүркіретіп өткіздік. Сол кішкентай болса да бір өзімнің бір тамызған бір күшім бар шығар, ебім бар шығар, мүмкін еңбегім бар шығар деп сол қыздардың арасында сабақ беріп жүрген жағдай. Өте дұрыс. Ұстаздық еткен жалықпас дейді. Сол іздесеңіздер осы қыздар университетіне табасыздар. Дұрыс. Қыздар университеті кереметтей өсіп келе жатыр. Ол қыздар университетіне жаңадан бір басшы келді. Гаухар Төремұратовна деген керемет білікті маман. Бізден кетті сіздерге, Астанада істеп келді. Менің құрбым, жақсы, өсіп жатыр. Жақсы, енді сол жаққа барсаңыз жақсы жерде орын алыпсыз. Жұмысыңызға табыс тілеймін. Шәкірттеріңіз мықты болсын. Ұстаздан шәкірт озыпты дегендей, шәкіртіңіз алға баса берсін, жарқырап, экраннан, эфирден көрініп жүре берсін. Сіздерге сарқылмас көп мықты денсаулық тілеймін жаным. Деніңіз сау, аман, күліп ойнап, халқыңызға қызмет етіп, әніңізді айтып, музыкадан дәрісіңізді беріп, шарқып, шалықтап, шырқап, көрерменді қуантып жүре беріңіз. Сау сәлемет болыңыз. Рахмет. Шақырғандарыңызға өте қуаныштымын. Аманшылықпен көрсейік. Сау болыңыздар. Алыстап кеттік расында, суынып кетті-ау сезімде, сен мені қарсы аласың ба? Аулыңа барған кезімде кеудемдес қой қалдырған жан едің, енді не деймін? Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Толғантқан осы ой көп мені, ажырап кетті жол неден. Білмейсің оны өйткені, кезінде білгің келмеген. Кеудемдес қой қалдырған жан едің, енді не деймін? Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Қазда мен бір жаман әдетім бар. Бір жерге барып отырсам, есеп шот келген кезде тұрып кетіп қалатыным бар. Қалай сонда? Енді әдейі істемеймін қасына, солай болып қалады енді. Жүр ресторан барып тамақтанып қайтайық. Сен соны іштей оғына, көрсетпей маған жасыңды, тек менің адалдығыма кеткенсің иіп басыңды. Кеудемдес
шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған